Ұлы дала аңыздары кітабынан Арыстан баб қиссасы 4-ші бөлім. Арыстан бабтың дүние салуы. Арыстан баб 7 жасар Яссауиге аманатын табыстады. Яссауи қырманың сүйегін жұтып алды. Сол заматта кеудесіне хикмет ілімі дарыды. Жүрек көз ашылды, дария болып тасыды. Аузын ашса, үнжу маржан шашылды. Өн бойынан құт береке ағылды. Бабасы да аманатты орындап, өмірлік мұратын тәмамдап, үстінен ауыр зіл түскендей болды. 400 жыл ғұмыр кешкен қарт сахабаның көрер жарығы таусылған еді. Қарттық көнерген тәнін шырмап, көзінің нұры тайтты. Баланы бауырына басып, балам, пайғамбардың көзі мен сөзін аман есен жеткердім. Енді пайғамбарыма қайтайын, медет берсе көкке ұшып, жанынан жай табайын, сүйіншіліп мұратыңа жеткеніңді айтайын, деді де ағаштың көлеңкесіне жантайып, жан тапсыра бастады. Яссауи қатты састы, бұрын соңды өлген жанды көрмеген еді. Басын ұстап отырып, жан баба, мен не істеймін, деді жаны қалмай. Денем суыған соң мейрам суымен жуындырып, жаназамды шығар, қабірімді кең қазып, арулап, кебіндеп жерле. Мен әлі баламын ғой, сүйекке де түсіп көрмегем. Алпамсадай денеңізде көрге қалай жайғастырамын, деді. Арыстан баб бала Ахметтің басынан сипап, жымиды да, балам, әуелден адам қамын Алла ойлаған, пайғамбарымның шарапатынан Тәңірім маған назарын салды. Жаназамды атқаруға Жәбірейіл періште өзі келеді. Сен тек иман айтып тұрып, жерлеген соң артымнан Құран оқы. Соңғы рет Ахмет қоштасып, тілін калимаға келтіре бастады. Әзірейіл келіп жанын алды. Кеудесінен көк ала үйрек, қош деп ұшқандай әсер қалдырды. Бір кезде көктен Жәбірейіл, Мәкәйіл, Ысырапыл періштелер түсті. Пейіштен алтын табыт, жібек кебін, күміс құман, леген әкеліпті. Пейіштің бұлағынан құманға мейрам суын толтырыпты. Мүбәрәктің денесін табытқа қойды да жуындырып бастады. Жәбірейіл Яссауиге, сен бала, кәлима айтып тұр, деді. Ахмет, лә иләһә иллалла деп үздіксіз тахлил айтты. Мәкәйіл марқымның басын ұстап тұрды. Ысырапыл су құйды, Жәбірейіл жуындырды. Мәйіт мұнтаздай таза болды. Денеден пейіштің қош иісі аңқып тұрды. Жұмақтың Фердаус бағынан әкелген жібек матадан кебін пішті. 3 қабаттап киіндірді. Табытты көлденен қойып, Жәбірейіл жаназа намазының тәкбірін түсірді. Сол-ақ екен, жаназаға асыққан қисапсыз періште көктен жаңбырша жауды. Бәрі сап болып тізілді. Арыстан бапта қимай, еңкілдеп жылап тұрды. Жәбірейіл балаға, Ахметжан, саған ілім дарыды. Жасың кіші болғанмен бәсің үлкен. Ілімнің шарапатынан үлкендер сияқты алдыңғы сапқа тұруға тиіссің, деді. Яссауи Мәкәйіл мен Ысырапылдың ортасынан орын алды. Намаз біткен соң, сансыз періште Арыстан баптың табытын кезек-кезек көтерісіп, сайрамнан отырарға қаралы көш түзеді. Олардың көз жасы жерге жаңбыр боп жауды. Одан нәр алған алғап, жасыл шелекке бөленді. Жер ананың 62 тамыры еп, егістікке береке дарыды. Диқаншылар егінге қарық болды. Отырардың етегінде періштелердің бір парасы қабір қазып тұр екен. Ішкі лақат қараңғы көрге ұқсамайды. Сағанасы сүттей жарық, дүниедей кең екен. Мәйітті мәңгілік мекеніне жайғастырды. Бәрі бір уыс топырақтан салды. Қабірді толтырды. Яссауидің жанына келіп, бабаңның жатқан жері жайлы болсын, барған жері жұмақ, мінгені пырақ, айналасы жанған шырақ болсын деп көңіл айтты да, періштелер көкке көтерілді. Соңында Жәбірейіл періште көңіл
ел айтып тұрып, атаңнан алған батаң құтты болсын, батасы мәңгі бақи желеп жебейді. Пайғамбардың аманаты, бабаңның батасы түркі жұртына құт болсын. Көкірек көзін ашатын, малғын сайтан қашатын, хикмет ілімінің ұрығы ұлы далаға шашылды. Тәңір тағала сені себеп қылып әділдікті ту еткен, ізгілікті мұрат тұтқан әулие ғұламалардың үлкен көшін ұлы даладан шығарады. Солардың жаққан ілім шырағы қиямет қайымға дейін сенің ел жұртыңды адастырмай алып жүреді. Ұрпағың осыған бекем болсын деді де көзден ғайып болды. Яссауи қорымнан 40 қадам шегінді де тәбәрікті оқи бастады. Отбасы хрестоматиясы қорының жоба авторы Санжар Керімбай, оқыған Қуаныш Толбекұлы.